Баршаңызға қайырлы күн. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен сіздерге өте дәмді кешкі астың рецептімен бөлісемін. Алдымен табамызға май құямыз, етімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Мендегі ет жылқы еті, сиыр немесе қой етін пайдалансаңыздар болады. Етті салған соң кішкене қозғап қуырып жібереміз. Одан соң пияз салатын боламыз. Пияздың қабығын ашып, тазартып, видеодағыдай екі бөлікке бөлесіздер. Екі бөлікке бөліп, жартылай сақиналап турайсыздар. Өте үлкен емес, орташа көлемде туралғаны дұрыс. Енді барлығын турап болғаннан соң еттің үстіне саламыз, және де тағы да араластырып жіберіп 5 минуттай қуырамыз. Егер еттіңіз тұздалмаған болса, азғантай тұз қоссаңыздар болады. Мендегі ет тұздалған ет болғандықтан мен тұз қоспадым. Осылай бетін жауып, жай отта өз сөлінде қуыратын боламыз. 30 минуттан соң осындай болып қуырылды, пиязы толықтай қуырылды. Енді үстіне 250 грамм су құйдым. Сіздер еттің мөлшеріне қарайсыздар. Етті кішкене жауып, осы ет толықтай пісуі қажет. Осы суда жай отта қайнатып, толықтай пісіріп аламыз. Енді кезекте картопымызды тазалап ашып алдым. Осыны түрлі бөліктерге бөлетін боламын. Кішкене картошка болса, осылай екі бөлгендеріңіз жақсы. Ал егер де үлкен картошка болса, 4-5 бөлікке бөліп, майға қуырып алатын боламыз. Барлығын картошканы бөліп алдым. Енді дәмдеуіштерді сеуіп, маринадтаймыз. Ол үшін алдымен тұз салдым, содан соң чеснокты салдым. Чеснокты осындай үкіштен өткізіп салсаңыздар, өте дәмді, әрі тез картошкаға сіңетін болады. Чеснокты салу міндетті, жаңағы картошкаға керемет дәм береді. Содан соң кішкене қара бұрыш салдым. Ыдысым кішкене болғандықтан басқа ыдысқа ауыстырып, жақсылап тұрып, жаңағы картошканың барлығын араластырып алдым. Осылай 30 минутқа қалдырамыз. Егер де осындай сүзгіштеріңіз болса, осындайға салып қойсаңыздар болады. Астындағы суы толықтай сүзіліп тұрады. Қызып тұрған майымызға картошкамызды бөліп саламыз. Барлығын бірден салмаңыздар. Осы қазанға немесе өздеріңіздің май құйған ыдыстарыңызға сиятын болса болды. Сонымен қатар менің каналымның алға жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басып, тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қызарғаннан соң осылай барлығын сүзіп аламыз. Газдың астын өте қатты қоймаңыздар, сырты қызарып, іші піспей қалмасын. Сондықтан орташа отта осы картошкамыздың барлығын пісіріп аламыз. Міне барлығын пісіріп алдым. Енді келесі бөлігінде бөліп пісіріп жатырмын. Енді етке қосатын қою массаны дайындаймыз. Ол үшін салқын суымызға бір ас қасық ұнымызды саламыз, және де вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырып тұрамыз. Ешқандай іртік, ештеңе қалмауы қажет. Біздің етіміз пісуге жақын қалды. Пісуге бір 10-15 минут қалған кезде осы сұйықтықты толықтай етімізге құйып жібереміз. Бұл кішкене пюре сияқты керемет дәмді болады. Егер бұлай ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Тек етті картошкамен ұсына берсеңіздер болады. Егер қою болып бара жатса, жаңағыдай кішкене ыстық су қоссаңыздар болады. Ұнды араластыратын су міндетті түрде салқын су болуы қажет. Егер де ыстық су болса, ұнның барлығы іртік болып жабысып қалады. Осылай дәміне қарай кішкене ғана қара бұрыш қостым. Содан соң барлығын толықтай араластырып жібердім. Осымен біздің тағамыз дайын. Кішкене осыны қайнатамыз 5 минуттай. Содан соң біздің тамағымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалауыңызша аскөк немесе көк пияз салсаңыздар болады. Осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.